Сізбен бәсекеге түсемін. Егер үйіңізде мысық жоқ болса, бұл бейнеден кейін үйіңізге мысық алғыңыз келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам олар туралы құпияны білетін еді. Мысықтар біртүрлі әрекеттермен құпияға толы жануарлар. Еш ойлап көрдіңіз бе, олардың ерекше қабілетке ие бола алатындарын? Зерттеушілер мысықтардың керемет бір құпиясын тапты. Естісеңіз қатты таңғаласыз. Алғашқы адам атадан кейін жаратылған алғашқы жануардың құпиясын тыңдауға дайын болсаңыз, бастаймыз. Үйінде мысығы барлар жақсы біледі. Үйдегі мысықтар кейде бір нүктеге көзін алмай қарап, сол жерде бізге көрінбейтін бір нәрсемен қарым-қатынас жасап жатқандай болады. Адам оның әрекеттерін көріп таңғалады. Олар бірдеңені қуып кетеді. Еш нәрсе болмаса да бір нәрседен жасырынып жүреді. Мойындайық, мысықтар шынымен де ерекше жануарлар. Бұл істің спиритуал тарапына келсек, тарихта рухқа байланысты зерттеулерде адамдардың қасында мысық болғанын байқаймыз. Сиқырмен айналысатындардың қасында бір мысық болғанын байқаймыз. Себебі біз көрмегенді олар көре алады, яғни адамдардың көзіндегі перде оларда жоқ. Көп адам солай деп біледі, бірақ дұрысын Алла біледі әрине. Сәлден соң айтатындарымнан кейін, мысықтардың шынымен де ерекше қабілетке ие және күшке ие екеніне сенетініңізге сенімдімін. Атап айтқанда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам және мысық арасында болған оқиғалар және мысық туралы пайғамбарымыздың айтқандары. Ғалымдардың мысықтар туралы зерттеп тапқанын негізінде 1400 жыл бұрын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тарапынан бізге айтылған болатын. Ислам сенімдеріне қарағанда, адамнан кейін жаратылған алғашқы екі жануардың бірі мысық, екіншісі болса жылан. Адам жаратылғаннан кейін адам пайдалана алатындай етіп мысықтарға ерекше күш және қабілет берілген екен. Бір мысық сізге келіп сүйкеліп жатса, оның аш екенін ойламаңыз. Бұл бір белгі болуы мүмкін. Себебі бұл жерде мәселе тікелей сізге байланысты болуы мүмкін екенін естен шығармаңыз. Сәлден соң бұл туралы толық айтамын, бірақ одан бұрын пайғамбарымыз және мысық арасында қандай оқиғалар болғанын және мысықтар туралы не айтқан қысқаша тоқталып кетеміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мысығы Муазза. Қара ақ түсті бір мысық. Бетінде де ақ қара түстер бар. Сізде мысығыңыздың Муаззаның тұқымынан ба әлде емес пе қарап біле аласыз. Себебі қазіргі таңда өте аз болған. Үстінде және бетінде ақ қара түсті болған мысықтар Муаззаның тұқымынан екені айтылады. Пайғамбарымыз Ухуд соғысына аттанып бара жатқанда жолда алдына бір мысық шығады. Балаларын емізген бір мысық. Мысыққа ешбір зиян келтірмей, бүкіл әскерді одан айналдырып өткізеді және оған қарап қарауыл болу үшін бір әскерді мысықтың қасына мысықты аманат етіп тастап кетеді. Пайғамбарымыздың жорықтан келгеннен кейін алғашқы ісі бұл мысықты алып соған қарау болған екен. Одан кейін бұл мысық пайғамбарымыздың мысығы болу бақытына жетеді. Пайғамбарымыз мысықтың есімін Муазза деп атайды. Пайғамбарымыз мысығын қатты жақсы көрген екен. Бір күні екеуі бірге отырған кезінде мысық пайғамбарымыздың киімінің үстінде ұйықтап қалыпты. Пайғамбарымызды тұруы керек болады және киімінің үстінде Муазза ұйықтап жатқан жерін жыртып, Муаззаны ұйқыдан оятпайды. Тағы бір оқиға болса, бір күні пайғамбарымыз дәрет алу үшін су толы ыдыстың қасына жақындағанда, мысықтың сол ыдыстан су ішіп жатқанын көреді және су ішіп бітуін күтеді және қалған ыдыстағы суға дәрет алады. Тіпті сол кезде сахабалардың бірі келіп, тоқтаңыз пайғамбарым, ол ыдыстан мысық су ішті дегенде, пайғамбарымыз олар жануарлар арасындағы ең таза ауызғы ие деп дәрет алуды жалғастырған екен. Одан кейін сүннет болып қалыптасқан бұл амал сахабалар арасында жайлады және дәрет алатын ыдыстың қасында мысық болса бірінші мысыққа су ішкізуге тырысқан. Тіпті айтылған бір хадиске қарағанда былай делінген: мысықтар лас емес,
бос қойыңыздар, үйлеріңізде еркін жүрсін делінген екен. Күнімізде де байқаймыз, мысықтар күнде таза болу үшін сағаттап тазаланады. Тіпті кейбір мысықтар таза жүруге соншалықты беріліп кеткен, жүндері қалмағанға дейін тазартып тастауы мүмкін. Мысықты жақсы көру иманнан деп айтылады. Әбу Хурайраның айтқан бір хадисінде мысықты үйге қамап аш қалдырған бір адамның тозақта қалай қиналатыны туралы айтылады. Бәлкім араларыңызда білетіндер бар шығар. Жас кезімізде мысықтар туралы айтылатын бір сөз бар еді. Мысықты өлтірсең, 7 мешіт салуың керек. Осылардың барлығынан түсінетініміз, исламда мысықтарға деген махаббаттың үлкен бір мағынасы бар. Бірақ мысықтарға болған құрмет және махаббат тек қана исламда бар емес. Перғауындар кезінде мысықтар өте үлкен дәрежедегі жануарлар болатын. Бір мысықты өлтіру немесе зиян келтіру үлкен бір қылмыс болып есептелінетін және оған жаза өлім болатын. Бір үйде өрт болды ма, жасауым керек болған алғашқы нәрсе мысықты құтқару. Сол замандарда мысықтардың адамдардан биік дәрежедегі жануарлар екеніне сенілетін. Бір мысық өлетін болса, оны осындай етіп қоятын еді. Әрине барлық жануарлар кішісінен үлкеніне дейін құрметке және махаббатқа лайық. Әрқайсысының бұл дүниеде бар болуының бір себебі бар. Бірақ мысықтарды осындай ерекше жасайтын нәрсе не? Біз байқамайтын мысықтарға берілген ерекше бір күш бар болуы мүмкін бе? Енді айтатындарымды мұқият тыңдаңыздар. Әзіреті Әбу Бәкірдің айтуына қарағанда, денесінде ауру сезе бастайды, сүйектері сырқарап, 1 жыл бойы орнынан тұра алмайтын халге жетеді. Ауырғаны соншалықты намаз оқи алмайтындай болған екен. Бір жануардың мысықтың баласын өлтірейін деп жатқан жерінен құтқарып қалады. Және кіші мысықты анасы алып кеткеннен кейін денесіндегі бүкіл аурулар қысқа уақыт ішінде жоқ болғанын байқайды. Бірақ бұдан кейінгісі тағы да қызықты. Білсеңіздер, егер кімде-кім пайғамбарымызды түсінде көретін болса, оны шынымен де көрген болады. Әбу Бәкір мен мысық арасында болған оқиғадан кейін Әбу Бәкір түсінде пайғамбарымызды көреді. Пайғамбарымыз оған айтқан екен: сенің жақсы болуыңның себебі мысықтың сен үшін рахмет айтуы деген екен. Егер көрмеген болсаңыз, барлығымыздан сақталған құпия атты бейнемді көруді ұсынамын. Себебі онда дыбыс фреквенстары туралы құпиялар және оны қалай ойнап бізге зиян келтіріп жатқан туралы айтылған. Қазір мысықтар туралы айтатыным бұл тақырыппен байланысты. Мысығы бар болғандар біледі, мысықтар кейде пырылдайды, мысалға осындай. Дыбыс фреквенстарының құпиясыны біле алмағанымыз түрде денемізге әртүрлі әсерлері бар. Әрбір дыбыс фреквенсында миымызға әсері әртүрлі. 20 және 140 фреквенсы арасында болған мысықтың пырылдауы немесе қорылдауы адам денсаулығына өте керемет пайдасы бар екені анықталды. Мысықтардың сізге жақындауы аш болған үшін және жақсы көруіңізді қалағаны үшін болмауы мүмкін. Технологиялық ғасырда өмір сүріп жатқан біз адамдар кейбір нәрселерді естен шығарған болуымыз мүмкін. Бірақ эпифиз безінің өте жақсы жұмыс істегені мәдениеттер біздің көрмеген шындықтарды біле алатын болуы мүмкін. Бәлкім олар мысықтардың күшін және олардағы энергияны білген шығар. Осы себепті де мысықтарды қасынан тастамайтын. Дыбыстардың әлі зерттелуі керек болған үлкен құпиялар бар. Қасиетті Құранда Кахф сүресінде осылай делінген: ол күні бұл дауысты адамдар шынымен естиді. Міне, бұл шығу күні, күмәнсіз біз өлтіреміз және қайта тірілтеміз. Маған қайта ораласыңдар. Ол дыбыс өмір береді, өлтіреді де. Білетін болсаңыздар, Исрафил атты періште қиямет келгенде сүре арқылы бір үлкен дыбыс шығарады. Дыбыс фреквенстарында Никола Тесланың айтқан сияқты зерттелуі керек болған бұл әлемдегі ең үлкен құпиялардың бірі. Мысықтардың тоқ кезінде және бақытты кезінде шығарған бұл 20-140 Гц арасындағы бұл дыбыс адам денсаулығына пайдасы бар екені анықталды. Францияда болған бір зерттеуде мысықтардың шығарған бұл дыбысы қолы, аяғы немесе басқа жерлері сынған немесе істемей қалған науқастарға ем болғаны анықталған.
Бұл керемет дыбыстардың арқасында жарақаттардың инфекциясы азайғаны байқалған. Тағы да зерттеу нәтижелеріне қарасақ, мысық иесі болған адамдардың жүрегі тоқтап қалу мүмкіншілігі өте аз болады екен. Мысықтың бұл қорылдауы көптеген ауруларға ем бола алатынын ойлаған зерттеушілер бұл қорылдаудың әсері және пайдаларына байланысты зерттеулерін жалғастырып жатыр. Мысықтардың азан дауысын адам сияқты тыңдағаны және Құранды ешқашан баспағандықтары байқалды. Басқа кітап болса баспайтын еді деп ойлауыңыз мүмкін. Бірақ зерттеп жатқандар Құран кітаптың орнына басқа кітап қойғанда мысықтар оны басқанын көреміз. Бір мысық сізге жақындап сүртініп жатса, сізге білінбеген астрал күшін сізге беріп жатқан болуы мүмкін. Сол себепті мысықты итермеңіз. Егер сол кезде мысықты өзіңізден ұзақтататын болсаңыз, сізге бергісі келген позитив энергияны беруіне кедергі боласыз. Осы әрекетіңізден кейін мысық тағы да бұл энергиясын сізбен бөліскісі келмеуі мүмкін. Құпияға толы бұл жануарға байланысты бір ескерту жасаудың бір пайдасы болатынына сенемін. Қаншалықты таза және үйде асырауымыз керек болса да, олармен қарым-қатынасты белгілі мөлшерде ұстау керек. Олардың кейбіреулерінде микробтар көп болып, сізге ауру етуді мүмкін. Шипа табамын деп ауру болып қалмаңыз. Келесі бейнеде көріскенше.